өте қалдыңдар. Негізі андай ғой, шын екен, артық уыс адам өз-өзін білдіріп қояды екен ғой. Оттай берме деймін мынау. Пошел вон дейміз бұндайларға. Қызау, не болды саған дейді? Не туралы? Не болды маған? Ойбай, айыр деген. Біз баланы айыр деген ес құрсын. Журналистер, негізі мен байқағаным, я, ол андай дайын теманы айтады олар. Қалайсың Қызау дейді, жақсы. Дәлелмен, фактпен мен уже сап қойғам, не дәлел керек? Сұрағыңды айтшы видео бойынша. Мынау дұрыс емес, мына жер өтірік деп. Әңгімең болса қосыл, давай сөйлесейік. Рысбаланың қолдаушылар қосылыңдаршы құрсын. Тұрып берем, сол үшін надо будет отырып берем деген біреу бар ма? Әй, қолдаушылар, чё там? Потом бірденке айтсаң бар ғой, бұларшы лағып кететкенші, анау. Мен бұрын бар ғой, анау. Үлкен кісілер бізге ұрсушы еді, бірденкені түсіндіріпші, сол кезде біз лағып бірденкені айтқан кезде, неғып осылар күйіп пісет деушен. Шынымен екен ғой, е? Адам сияқты бірденкені айтып тұрсаң, қолынан келсе сен де жаса дейді. Оған фактпен айтып тұрсаң. Ең соңғы айтқаны өшім, ұтылғаннан кейін битті ғой, жесе жиберсін деді ғой. Біздің халық осындай кеңпейіл халық екенбіз. Әркімге жеуге рұқсат береміз біз. Заңды алып тастаймыз скоро. Ұнамайтын далбандар ұнамаса өздерің шығып кетсеңдерші. Мына құрши деп өзінше кекір. Еще бар ғой, бұл малғындардың сөйлеген ана несі шы, ұнамайтыны шы. Нормально сөйлей алмайды шы. Көтін қыши, құрши. До такой степени словарный запастар 0 ма? Айка деген кірш. Әңгімен көп сияқты ғой. Федофил деп жүрген бір ретте, сен емес па маған? Сен ба таңда? Кімге? Неа. Ана қашын? Дұрыс айтасыз, Айка, давай сонымен сен айналыс педофилдармен. Біз сені қолдаймыз, давай алға. Ертең сразу бір видео шығар, біз өтіп сені қолдап жүреміз. Мені көрдіңдер ма ана? Аргументі жоқ. Стенамен сөйлесіп атқан сияқтысың. Тупой адаммен аргументпен сөйлесу өтті қиын екен, е? Ты дурак десе, сам дурак деп отыра беріп болар. Басқалармен ей спорить удобно, потому что басқалар эмоцияға беріліп, на личность переходить етіп, бір-бірін боқтап сөйтіп кетеді. Мен оны боқтап атқан жоқпын ғой. Мен или оны боқтадым ба, оған байың жаман дедім ба, енең жаман дедім ба, әкең жаман дедім. Мен ештеңе деген жоқпын. Мен чисто істеген ісін айттым, басқа дым, оның семьясы, түрі, фигурасы, басқасы, киімі. Жоқ одан. Потом Алланың алдында өз жауап береді дейтін пысықтарға айтайын. Алланың алдында барлығымыз жауап береміз. Бірақ Аллаға барғанша адам сияқты өмір сүріңдер, надан сияқтымыз. Өзің запрос жіберсейші, кім қосылғысы келіп жатыр?
сәлеметсіз ба? Ой, бісмілда, саламатсыз ба? Естіліп тұр ма, қалайсыз? Жақсы. Неше күннен бері сізді қарап тыңдап жүрмін мен. Қазақтың қызы екенсің, әп-әдемі. Тап-тамаша қызсың. Ақыл да жетеді, көрік та жетеді, мінез де жетеді. Бірақ неге біз осы қара көз қыздар азғантай ғұмырда, азғантай жерімізге сыймаймыз? Мен Рысбаланы жақтап отқан жоқпын. Рысбала маған өткізіп қойғанда жоқ, беріп қойғанда жоқ. Бірақ садақаны халық берді. Садақаның еш уақытта адам есебін сұрамайды, біріншіден. Екіншіден, ол қалай байыса да, қалай любой қайырымдылық істеген адам, мен білемін, любой қайырымдылық істеген адам ол жерден еңбегін алады. Қаншама жұмыскерлерге ақша төлейді. Жайдан жай ешкім жақсылық істемейді, есіңізде болсын. Просто так ешкім тер төкпейді. Но бірақ болған жоқ. Бірақ Рысбала 100 адамға үй әперді, көзіміз көрді, жақсылық жасады. Просто маған бар ғой, мейлі бір өліп бір қалсын деп отыруыма болады. Мен көп қиындық көріп келген қызбын. Түрмеде де отырып келген қызбын. Әке шешесі жетім өскен қызбын. Бірақ мен осы азғантай қазақтардың бірін-бірі қырылып, сол түрмеге тексерсін, соттатуға құмарлықтарына таңғалам. Кезінде мені сол сотталсын деп артымнан айтқан 3 қыздың біреуін түрмеден күтіп алдым. Жоқ, 3 қыздың біреуін түрмеден күтіп алдым. Біреуі кеше 8 жылға кетті. Біреуге жамандық тілесең, өзі келеді, жизнь бумеранг, мен өмір көрген әйелмін. Просто әп-әдемі қыздардың әп-әдемі қыздардың осындай не болды соншама, не бөлісе алмай қалдыңыздар? Байса бір қазақ байсын, Рысбалада болса халыққа жаман болып жатқан жоқ. Мектепке беріп жатыр, оқулықтар беріп жатыр. Ал айтыңызшы сіз, осы өтірік. Болды, қазір екінші частьқа тағы қоясыз. Біріншіден, берілген сауапты халық жинады, дұрыс па? По моральной этике, заң бойынша да халықтың алдына тиын тебеніне үшін жауап беру керек. Ол жауап бермесе, Ильяс жауап бермесе, Перизат жауап бермесе, заңның бәрін алып тастайық онда. Нафиг бізге заң? Жүрек ләкілдеп бәріміз онда. Біріншіден ол. Екіншіден, көтерген халық па? Сол халық жерге тас алады, оны ұмытпаңдар. Сендер дамбалының ішіндегі бірдеңке деп айтуға ешкімнің құқығы жоқ. Көкіректеріңді кермей жүріңдер. Маған еще сен 100 теңге бердің ба, қанша теңге бердің деп маған сұрақ қоймаңдар. 100 теңге берсем де, 50 теңге берсем де жауап бересіңдер. Сол 50 теңге үшін, 100 теңге үшін сүмірейіп видеода маған ақша жіберіңдерші, мына кісіге көмектесейші деп зарлаған кезде бәле дейсіңдер. Уже тойып, кекіргеннен кейін барып, уже ит болып қала ма сендерге халық? Обнаглели уже. Немене дейді? Қайырымдылықты көрсек уже құсамыз біз халық, білесіңдер ма? Жөнімен істей алмайсыңдар ма? Қолдарыңнан келмей ма? Періште емессіңдер ма? Халықтың ақшасына қол сұғатындарың бар ма? Адал емессіңдер ма? Бастамандар онда. Көттеріңде былықтарың бар ма? Бастамандар онда. 145 туысқаныңа таратасың ба? Бастама онда. Кімсіңдер сендер? Вот сендерге сұрақ. Армия болып жиналып ал, бүкіл қазақты басынатын бір адам сөйлесе, соның личкасына кіріп, буллинг жасайтын кімсіңдер сендер? Екіншіден, түрмеге отырып кепсіз, қиыншылықты көрген екенсіз. Сондай тағдырды сіңіліңізге тілемесеңіз, жөнімен істедеңіз. 30 жыл заңсыздықты жедік па? 30 жыл бізді биліктегілер жеді ма? Болды, енді қалған қарапайым блогерлар ма? Блогерлар ма біздің басымызға тұшатын енді қағаны? Қиыншылық көрдіңіз ба? Сол қиыншылықты көрмей жүріңдер, түзу жолмен жүріңдер деңіз сіңілдеріңізге. Мен оған жаңағын ештеңкем жоқ. Мен бұны бастамайтын да едім. Мен салғаным бір-ақ рилс тағы да тыңдап алыңдар. Қайырымдылық қор, қайырымды жандар, айдың нұры, бірдеңкенің шуағы, бірдеңкенің басы, коучың бар. Барлығын тексерсін деп айтқан мен. Соған ешкім маған шулаған жоқ сенің Рысбалаңнан басқа. Рысбала емес, ито армиясы. Тексерсін деген сөзден не жаманшылық көресіңдер? Заң болмаса, тексеріс болмаса, билік та жесін онда бізді, халық та жесін, блогер да жесін, қалған халықтар мал боп, малай боп, құл боп жүрсін онда.
мына микрофон қалай ашылады? Ал айтыңыз, не айттыңыз? Сізді айтамын, сіз шапылдап қалай сөйлейсіз, сенсіреп. Рысбала менің екі туып бір қалған емес, мен Айдаладағы Арқаның қызымын. Рысбала Айдалада оңтүстіктің қызы. Бірақ көзіміз көріп отырғаннан кейін, қазақтың қызы болғаннан кейін ғана жүрегім ауырады, маған бөліп берген бір тиыны жоқ. Бірақ сенсіреп, үйтіп қатты сөйлемеңіз еш уақытта да. Ешкім Құдай емес. Иә, үйтіп сөйлемеңіз. Ол Рысбала халықтың атынан, халықтың арқасында, халықтың жинап бергенде бір жерде ол мен деп айтқан жоқ. Қаншама мен видеоларын қарап жүрмін, бір жерде мен деген жоқ. Халыққа рахмет. Енді бірақ сұраққа жауап беріңізші. Вот бірақ сұраққа жауап беріңізші. Жауап беремін. Халық отчет сұрап жатыр. Не үшін сендер халықпен санаспайсыңдар? Ал айтыңызшы. Халықпен санасып отчетін берді ғой. Бүкіл видеосын көрсетіп отыр. Бүкіл видеоға отчет не екенін білесіңдер ма? Сендер біліп барып айтыңдаршы. Отчет не екенін білесіңдер ма? Отчет деген, мына үйді алдым 20 миллионға. Фиг его знает қанша миллионға алды. Ондай емес. Отчет деген, мені счетымда 20 миллион түсті. Ар жағында қанша түскен перевод жасай салу, ол емес. Отчет деген выписка. Мен дырррр деп выписканы шығарасында 50 теңге, 100 теңге мені. Айман 100 теңге берді, Қарлығаш 40 теңге берді. Вот сол. Оны білеміз. Сұрамайсың ба? Қолынан келмейді ма? Садақадан ешкім есеп сұрамайды. Садақадан. Ондай заң жоқ, садақаға ешкім есеп сұрамайды деген. Екінші сұрақ, қайырымдылық қорды ашты ма заңмен? Каспиін тіркеуге ешқандай құқығы жоқ. Өз қалтасына ақшаны жинауға құқығы жоқ. Не үшін жинайды өз қалтасына ақшаны? Ақыры отчетін бере алмайды екен. Ол жалғыз қойған жоқ, оның құқығы бар. Себебі ол жұмыскерлер жалдайды, ол қаншама строительдер жалдайды, қаншама әр жер. Осы сұраққа қаншама строитель жалдайды, ананы жалдайды. Заң бойынша істесе де сол процентін алатын еді. Заң бойынша істесе, сол құқық бойынша өзінің заңнамасы, заңдылығы бойынша сол процентін алатын еді. Енді отыр бүкіл халықты қырылдырып, отчет сұраса, ешкім беруге міндетті емес. Отчет бере алмайсыңдар ма? Вообще қайырымдылықпен айналыспаңдаршы. Ешқайсың. Осыдан кейін бар ғой, бірде-бір отчет бере алмайтын әйелдер бар ғой мына. Кім жинап жатыр? Жорабаеваң жинап жатыр, тағы кімнің жинап жатыр. Мен ондайлар білмейді де екен бар ғой. Мына Рысбаланы ито маған рекке шығып қалған кезде мен жіберіп тұратын. Вообще на нее не подписано. Қазір біліп жатырмын ғой, қандай масқара екен. Вот ешкімге самандар. Вот реально ешкімге самандар. Отчетін бейт, выписканы көрсетек, любой үйді, сол кезде салындар. Салмай ма выписканы? Пошел вон, шықайсына самандар. Жоқ, садақаны мысалы халық добровольно береді. Солай ма? Әркім басымның, жанымның садақасы деп береді садақаны. Сол садақаның басын құрап, қаншама қайыршы жетім жесірге үй әперіп отыр. Онда қайырымдылықты құртыңдар. Кешегідей үлкен кісілер, жетім жесірлер далада қалсын. Үкімет көмектеспейді. Үкіметтің қаншама күніне миллиондап түсіп атқан бір мешіт, бір жетімге үй беріп көрген жоқ. Былай қарасаңыз. Мен сізге үй бермеді деп айттым ба? Бір сөзімде мен үй бермеді деген шықты ма мен аузымнан? Жоқ, енді ол енді сөйтіп айтып отырсыз ғой, ішті жеді деп. Жесе Рысбала жесе жеген шығар, бірақ ол Рысбала ақша табудың көзін білді. Сендер осындай санамен өмір сүресіңдер, жесе жесіндей. Сана нормально, сана жет еңбегі бар. Жоқ, сіз бір үйге ремонт жасауға көріңізші. Бір үйге ремонт жасап ақшаңызды Вообще мен осындайлардан бар ғой. Сөзім жоқ, көріндер ғой. Жесе жесін деп жатыр ғой, болды ғой. Текуча әпке бар кезде қоспадың ба мен сұрақтарын? Мен көрмей қалдым. Білесіз ғой мен неге не екенімді. Жоқ, неге енді бұлар байыса бір қазақтың қызы байысын дейді. Неге Перизат Қайрат сотталған кезде осылай шуылдап шықпайсыңдар? Айтыңдаршы. Шақыршы Сандуғаш әпкені. Түрмені көріп кепті ғой. Перизат Қайрат түрмеде енді жаны кіріп жатыр ма? Неге Перизат Қайрат үшін шықпадыңдар? Қайта өзінің сіңлісіне жаны ашып қой деп шақыршы. Шақыршы маған сол әпкені қайтадан. Мен сұрақ қойғым келеді, сөйлескім келеді сол әпкемен. Не қыласың құрсын шығар?
не астында айтты? отырған шығар. Неге Перизат Қайрат қазақтың қызы емес па? Неге оған шуламайсыңдар? Перизат Қайрат мемлекеттік тіркелген қайырымдылық қордан ақша жымқырды деп сотталып отыр. Дұрыс па? Бір қазақтың қызы шелекті жалап тұтылып отыр. Айран ішіп құтылып отқандар бар ол жерде. Ол жерде 2 миллиард ақша, халықтың қалтасынан жиналған ақша. Оның ішінде 164 миллионы мынау мүмкіндігі шектеулі баланың ақшасы. Жоқ, біздің Оны қазақтар, кім жеп отыр сонда? біздің қазақтар Неге оны садақаны, көтермейді біздің қазақ? жоқ, біздің қазақтар садақаны Рысбалаға Rolls-Royce пен жаңағы миллиардный особняк алсын деп жинап берген ғой. Жесе Вот именно, тыңдап алыңыз, астында отырған екен ғой мына кісі. Астында отыр жаңағы Сандуғаш деген. Сандуғаш әпке, қазақтар тектілігінің арқасында Рысбалаға қаражатты халықтың мұқтаж жанына берсін деді. Рысбала қаражатты анау Талдықорғандағы туысына шейін бөліп беріп отыр. 100 үйдің 50% Рысбаланың туысқаны. Сонда қазақ не Рысбаланың туысқаны үшін садақа беріп отыр ма? Бүкіл сол Рысбаланың тумасы үшін. Айткүл оған бар ғой, бұлар ертең битет. Мен ертең ол рилсті да шығарам ғой, олар битет. Берсе берсін, не бопты? Еңбегі бар, туысқаны да берсін дейді. Бұларға сөз жоқ бұл. Уже не деп айтсам болады? Их не спасти, короче. Біткен ғой, уже біткен. Соны сен енді сол үшін шырылдама, сен өзің рейстеріңді шығара бер. Үкімет жұмыс жасап жатыр, біз оны көтердік, дұрыс па? Мені басқа бағытқа жұмыс жасайды деп Рысбала барынша мені қаралап жатыр, қаралай берсін. Бірақ бұның түбі ұялатын дәрежеге жетесіңдер. Мынау байыса бір қазақтың қызы байысын ғой деп. Байыса онда бір қазақтың қызы байысында қалған қазақтың жетім жесірменен инвалидінің ақысына бір қазақтың қызы жақсы өмір сүрсін әулетімен. Әулетін сөйтіп айтсашы, бір қазақтың қызы емес, бір қазақтың қызы артынан ерген үрім бұтағы, шардараның бар, тұстан бір бәлелер бар. Қалғанына меркі, тараз дегендер, үйлер бере салам ғой. Қазір біз оның бәрін дәлелдеп отырмыз. Рысбала ұрысты армиясындағы қыздар ең жақсы үйлерді алған. Оның бәрі Рысбаланың жан-жағындағы жүрген тумасы. Сондықтан ұялып қаласыңдар. Түсініңдер ма? Бір Рысбалаға бізбен соншалықты қырылып атсыңдар. Неге Перизат үшін шырыламайсыңдар? Ол Перизат 11 жылдық білімі жоқ қызды жаңағы түйені түгімен жұтқандар құрбандыққа шалып отыр. Бір қыздың ғұмыры, сауатсыз қыздың ғұмыры құрбандыққа шалынып кетті. Бай мен Бағланның. Неге сол үшін шырыламайсыңдар? Ол мемлекеттік тіркелген. Біз біргеміз, Аманат партиясының ішінен шыққан, ұлттық қордан шыққан ол қайырымдылық қоры. Базар вокзал үшін жинаған адамды, вообще ешқандай заңға сүйенбей отырып жинаған адамды қорғайсыңдар, бірақ заңдылықпен жасаған Перизат Қайратты қорғамайсыңдар. Перизат Қайраттың көмегі тимесе де, ол бір кісінің қолшоқпары болып жұмыс жасады. Ол мемлекетке көрсетіп тұрып жиналған қаражатты ұрлады деп жала жабылып кетіп отыр Перизат Қайрат. Оның ішінде 2 миллиарды халықтың ақшасы. Ал ол халықтың ақшасы осындай қайырымдылық қордан берілген ақша тұғын. Сол қайырымдылық қорлардың өзі Перизат Қайраттың үстіне жала жауып отыр. Ешқайсысы есеп бере алмай отыр. Неге соның есебін алмайсыңдар үкіметтен? Қайда біздің 2 миллиард қаражатты қайтарсында? Мына жетім мен жесірдің анау 164 миллион теңге мүмкіндігі шектеулі баланың ақшасы тұғын. Сол ақшаны бөлсін қайттан сол балаларға. Сонда не халық садақасын ит пен құсты байыту үшін бере ма? Рысбаланың туысын байыту үшін бере ма? Мен ойлап жатырмын да, өттер жарылып сөйлеп жатқанына қарағанда, сол туыс жақын бірден кез сол по-любому. Әйтпесе басымыз. Әрине өзі айландырған 100 қатын келетті, мида аштады, өңшең базар, вокзал, сауда. Блин, уже шаршайсың бұлардан шы, Дико. Айтпа. Байыса бір қазағын байысын, бүкіл қазақ жиналып онда садақамызбен бір қазақты байытып отырайық. 4 жыл бойы сөйтіп үйретіп қойған ғой, бұларды оқытқан ғой. 4 жыл бойы оқытқан ғой, байыса бір қазақ байысын. Жоқ, қарашы, Рысбаланың көті таза болса, онда неге ауыздарыңды жабыңдар, міне менде деп бүкіл чектерін бәрін көрсетіп, аузымызды жаппайды. Өздерің логиканы қосыңдар, ол қалай байып кетті?
қалай байып кетті, қалай ол 2,5 миллиард тұратын үйдің егесі болып отыр? Қазақстанды қырылтып қазақтың қоғамын базар вокзал, Бүт қазақты қазақтың қалтасын қырылдырып банкомат отырады қылған жексұрындар. Рысбаланың есеп беретін күні жақын, сол үшін мың жерден тырысқандарыңмен уже поздно. Дорогие Рыста армиясы. Естіліп тұр ма? айта беріңіз. Айтгүл, Яна, Ау, айта беріңіз. қалдарың қалай? Жақсы, Ой, жақсы. қазақтың батыр қыздары, шыншыл қыздары, шырылдап атсындар алтындарым. Мен айтайын дегенім, мына мәшіне ойнатады. 5 мәшіне ойнатады. Елдеген елдер ақымақ деймін да. Ол 5 мәшіне 5-ақ адамға бұйырады. Естілмей жатыр. Адам Менен ба, сіздерден ба? Менен шығар, связь дұрыс емес. Машина ойнатады деймін да, машина. Естілді ма? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма? Жоқ, естілмей қалды, енді естіліп жатыр. Алло, Аха, айта беріңіз. Тұр апа. естіліп тұр ма? Айтгүл? Иә, естіліп. Иә, айта беріңіз. Ау, қыздарым менің. Байбой қыздарым. Мына, айтам да, ойнататыны бір 5 мәшіне. Ақша салатын қаншама миллион адам. Неге ойнат? Ана баяғыда Лототронның іші толып кететін. Қазір ол Лототронды көріспейтін болды. Айналдыратын барабанында. Ішін толып тұр. Соның ішінен мен ұтып қалам деген дәмекен елдер. Ұтпайды ғой оны, кішкене ойланбай ма деймін да. Енді қазір косметик сатып жатыр. Апа енді ренжімеңіз да. Ашқалықты қойыңдаршы, мен неметем. үміттенеді байқұстар. Неге солардың жүрегімен, жанымен ойнайды деймін да, жанымен, жүрегімен. Соларды алдап ойнайды ғой, ол дұрыс емес қой. Оны ұтып қалам ба деген дәмеленіп алады да, байқұстар. Дәмеленіп алады да, мен ұтып қалам деген оймен. Дұрыс қой, енді ашқұлды билеу оңай. Дұрыс айтасыз апа, аш адамды мысалы үшін үмітсіз шайтан, біздің үмітіміз сөнген емес, дұрыс па? Енді халық жаны қиналып отқаннан кейін біресе садақаның арқасында байып кететін шығармын, садақаны көптеу берейінші дейді, біресе үміттеніп жаңағыдай алаяқтарға алданады. Біздің ниетіміз қазақ қоғамындағы осындай алаяқтардың санын азайту. Шүкірміз жетіп жатыр. Қаншама елдің жанашыр жастары көтерді анау казино ойындарын тоқтат деп, иә? Міне 34 адам ұсталды. Енді оларға қатаң заң шықты кешеден бері. Шүкірміз, біздің әрекетіміздің арқасында, осы қазақтың жастарының әрекетінің арқасында бұдан кейін алаяқтар аяқтарын аңдап басады қазақтың қоғамында. Түсінесіздер ма? Бұл деген үлкен әрекет. Біз 35 жылдан бері үндемей ұстағанның қолында, жегеннің аузында кеттік. Енді ояндық. Себебі оянбасқа шанс қалған жоқ. Артымыздағы бала шағаның барлығы осы лохотронның кесірінен лудоманияға шалынып өлімге дейін барып жатыр. Қаншама отбасы бұзылып жатыр осы лудоманиялық ойындардан, иә? Микрофоныңызды жабыңызшы, балалар шулап жатыр. Ойбай, оны қалай жабушы еді? Бол, жаптым. Қазір жапты. Түсінесіздер ма? Мысалы үшін бір жылда қанша отбасы бұзылыпты осы лудоманиялық ойындарынан да, елімізде көп жас отбасы бұзылып жатыр. Міне осының бәрі нәтижесі, салдары осындай алаяқтардың үгіт насихатының кесірінен. Бүгін мен тағы бір қалаулымнан шыққан бір қызды көрдім. Жаңағы аты кім еді? Суррогатный мать болуды халыққа, қазақ қыздарына, қазақ аналарына жарнамалап отыр. Не деген тексіздік ол, айтыңыздаршы. Біздің қазақ қызы қашан жатырын сатып баспаналы болып жүреді? 9 миллион, 8